Күтуден жалықпаймын. Сол кеште ол маған дос ретінде емес, басқадай қарайтынын, өзінің мені ұнататынын айтты. Мен қатты таңғалдым. Ол маған махаббат жағынан дос болуды ұсынды. Мен одан уақыт сұрап, 2 күн өткеннен кейін келісетінімді айттым. Содан біздің бақытты күндеріміз басталып кетті. Бос уақытының бәрінде екеуміз бірге жүрдік. Осылай 3 айды өткіздік. Оқу жылы басталар уақытта мен Қарағандыда оқимын деген шешімге келіп, екеуміз 2 жақта қала бердік. Бірақ біздің махаббатымызға арақашықтықта кедергі бола алмады. Ол маған ылғи звондап тұрды. Бірақ сол кездерде менің Асқарға деген сезімім суи бастады. Көзден кеткен соң көңілден де кетеді деген оймен жүрдім. Сөйлескім келмей сылтаулар айтып телефонды тастай салатынмын. Бірақ оның сезімі шынайы болды. Мен туралы үй ішіне де айтыпты. Олардың ата-анасы мен менің ата-анам жақсы араласатын. Бірде екеуміз түсініспей қалдық та, мен оған басқа жігітпен жүрем деп жалған айттым. Содан екеуміз біраз сөйлеспей қалдық. Жазғы каникулда мен үйіме келгенде Асқардың басқа қызбен жүретінін құрбымнан естідім. Бойымды бір түрлі сезім билеп кетті. Сол сәтте мен Асқарды қызғанатынымды білдім. Оған деген сезімім әлі де жүрек түбінде шоқ болып қалыпты. Сол шоқ қызғанышпен тұтанып, махаббатқа қайта ұласты. 2 аптадан кейін би кешіне бардық. Сол кеште Асқар мені биге шақырды. Қайтарда өзімен қайтуымды өтінді. Мен келістім. Кеш бітті. Екеуміз ұзын көшені бетке алып қол ұстасып келеміз. Сөзді ол бастады. Сені әлі ұмыта алар емеспін. Қанша тырыссам да қолымнан келмеді, деді ол. Ұмытам деп басқа қызға да барып көрдім, бірақ түк шықпады. Мен тек сені ғана шын сүйемін, деді. Мен де оған деген сезімімді, қызғанғанымды айтып ұзақ сырластық. Осылай біз 3 жылдан артық жүрдік. Бірақ біз бір-бірімізді шын сүйе тұра тағы да айырылыстық. Ол солай деп шешті. Біздің бірге болуымызға кедергілер бар екен. Мен Асқарға шын сендім. 3 жылда оны толық таныдым, білдім деп ойлағам. Қателесіппін. Кеше ғана жаным деп отырған жігіт, ертеңіне біз бірге бола алмаймыз, деді. Себебі не екенім маған әлі күнге дейін белгісіз. Менің ойымша, Асқарда бір проблема бар. Оны маған айтқысы келмейді. Ол өз махаббаты үшін күресе алмады. Ол шын сүйе тұра махаббат үшін қиындықтармен күреспеді. Оңай жолды таңдап, басы ауған жаққа кете барды. Қазір оның қайда екенін білмеймін. Ақырғы рет сөйлескенде сені қатты сағынып жүрмін деген. Осы оқиғадан кейін жігіттерге сенуден қалдым. Онымен әйтеуір бір кездесетінімді сезем. Оған деген сезімім жек көрушілікке айналса деп ойлағам, бірақ ол мүмкін емес екен. Сонда да оны ұмыта алар емеспін.